Қайырлы күн баршаңызға, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен өзбек халқының демлама тағамының рецептімен бөлісіп жасап көрсетемін. Бұл рецепт ерекше рецепт. Себебі бұл тағамды қуырмайсыздар, су құймайсыздар. Баяу отта өзінің буымен пісетін тағам. Сол себепті видеоны өткізіп жібермей соңына дейін қараңыздар. Тамағымызға қажетті заттардың барлығына видеоның астында описание бөліміне жазып қалдырдым. Бізге қажетті заттар: тәтті қызыл бұрыш, чеснок, помидор, пияз, дәмдеуіштер, капуста, картошка, сәбіз, етіміз қажет болады. Барлығын осылай бөліктерге бөліп турап алдым. Алдымен қазанымызға сұйық май қоямыз. Оның үстінен етімізді теріп шығамыз. Етіміздің үстінен пияздарымызды салып шығамыз. Пияздарды осылай турап алдым. Пиязымыздың үстінен дәмдеуіштерімізді сеуіп шықтым. Дәміне қарай тұз саламыз. Оның үстінен қызыл тәтті бұрышымызды теріп шығамыз. Бұрышымызды да осылай бөліктерге бөліп алдым. Оның үстінен сәбізімізді теріп шығамыз. Картошканы саламыз. Чесноктарды салып шығамыз. Оның үстінен капустамызды салып шығамыз. Помидор саламыз. Оның үстінен қалған капустамызды салып шығамыз. Осы капустамызды теріп болғаннан соң оның үстінен үлкендеу тарелкамен жақсылап бастырып қоямыз. Содан соң қазанның қапқағын жауып 1,5-2 сағатқа орташа отқа қойып қоямыз. Мінекей біздің тамағымыз 2 сағатта толықтай пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай қызарып, ішіндегі капуста, картошка, сәбіз, барлық көкөністері толықтай пісіп шықты. Алдымен ыдысымызға капустамызды салып аламыз. Бастапқыда айттым, мен ешқандай да су құйған жоқпын тамағымызға. Көріп тұрғандарыңыздай етіміздің барлық көкөністерінің өзінің соғы шығып, осындай сулы болып шықты. Картошканы салып аламыз. Енді үстінен етімізді саламыз. Қараңыздар, қандай сулы болып шыққан. Ешқандай да су құймасақ та етіміздің, көкөністердің өзінің суы шығып, осындай сулы болып, керемет болып шықты. Өте дәмді. Етіміз де жұмсақ болып шықты. Менің отбасыма бұл тағам қатты ұнады. Өздеріңіздің қалауларыңызша бетіне осылай көк пиязды немесе укроп болса укропты турап сеуіп жесеңіздер болады. Сіздерге де осы тағамды жасап көруге кеңес беремін. Видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетіңіздер.
Алдағы уақытта көптеген рецепттер болады. Каналымды жоғалтып алмас үшін қоңырауша батырмасын басып кетіңіз.